Күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін. Бүгін сіздерге өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын, 7 күн тұрса да қатпайтын осындай жұмсақ дәмді нанның рецептімен бөлісемін. Осылай керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді сіздерге үзіп көрсетейін. Мінекей осылай жұмсақ болып шығады. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Және де жылы суымызды құямыз. Осылай бір ас қасық сары майымызды қосамыз. Және де бір шай қасықпен ас тұзын қосамыз. Құрғақ ашытқымыздан осылай дрожжымызды қосамыз. Осылай бір араластырып аламыз. Еліктен өткізілген ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда пайдалы рецепттер өте көп. Каналыма кіріп, өзіңізге қажеттісін қарап алсаңыздар болады. Лайк басып, пікір қалдырып қойсаңыздар. Осылай қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Ал енді осылай кішкене сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Біркелкі болғанша илеп аламыз. Тағы да кішкене ұнымызды қосамыз. Қолға жабыспайтын болғанша илейміз. Ыдысымыздың түбін кішкене майлап аламыз жабыспас үшін. Ал енді нанымызды үстінен пакетімізді орап, үстіне жауып қоямыз. Жылы затымызбен үстінен жабамыз. Мінекей бізде нанымыз көтеріліп шықты. Ұнымызды сеуіп, ашқан қамырымызды үстелдің үстіне түсіріп аламыз. Төрт бөлікке бөлеміз. Бөлген қамырларымызды осылай кішкене зуалай етіп жинақтап аламыз. Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Листіміздің үстінен пергамент қағазымызды төсеп, нанымызды жасап аламыз. Және де осылай нанымыздың үстінен басамыз. Бір дана жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді қосып, нанның үстінен жағып аламыз. Барлық шетіне осылай жағып шығамыз. Саусақтарымыздың ұшынан осылай тағы да бір рет басып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге жібереміз. Қалауларыңыз бойынша осылай күнжіт сепсеңіздер болады. Нанымызға ерекше дәм және сәндік береді.
Мінекей мен де 4-еуін де пісіріп алдым. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Нандарыңыз жұп-жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.